Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Әділ. Бүгінгі видеода мен сіздерге Степанның аналогы Aglet приложениесі туралы айтатын болам. Яғни біздер жүгіріп ақша тап. Бізде осындай приложение, осы туралы айтатын болам. Так, Степанды бүкілін білетін жарастар. Степанда кроссовкалар сатып аласың, сол кроссовкалармен жүгіріп ақша таба аласың. Бізде де Aglet дәл сондай приложение, аналогы. Қазіргі кезде өзі 100 мыңнан көп адам жазып тастапты. Звездочкасы 3-6. Не істейсіздер? Бұл туралы мен өзімнің телеграм каналымда айтқан болатын. Егер де кім тіркелмеді, тіркеліп кетіңдер, ссылкасы описаниеда. Кіресіздер, приложение жазып аласыздар Play Market'тан немесе App Store'дан. Содан кейін мына кодты жазасыздар. Сосын сіздер осы приложениеге кіресіздер. Мен қазір видео көрсетейін десем, менде мында кіргізбей тұр, білмеймін, BlueStacks қуып тұр. Осылай мен бассам кетіп қалады. Осындай приложение. Мына жақта сіздер жүресіздер, сол жүрген үшін сіздерге токен береді. Және де коробка береді. Мынандай коробка береді. Бұл коробкадан сіздерге әртүрлі кроссовка түсуі мүмкін. Мынандай кроссовка түсуі мүмкін. Редко кроссовкалар түсуі мүмкін. Сіз сосын ол кроссовкалар сата аласыздар. Қазір сұра сата аласыздар. Осы жақта магазин бар, сол жаққа сата аласыздар. Егер бір жақсы кроссовкалар түссе. Және де тағы да бір кроссовка бар. Қателеспесем, осы кроссовкама бір кроссовка түсіп қалса, сіздерге кәдімгі сол кроссовканы сіздер шын өмірде аласыздар. Сіздерге заказ ретінде береді. Ол примерно $300. Мен оны дайындамай едім. Негізі бар оның суреті, қандай екенін. Осы Aglet'тің официальный Twitter каналына кірсеңіздер, сіздер қарай аласыздар. Бізде, Степанның аналогы бүкіліне осыған қатысуға кеңес беремін. Бұл әлі официально шыққан жоқ. Әлі ондай ақша табу, ондай токендарды сату ондай әлі официально шыққан жоқ. Әзірге бізде тек бары осы кроссовкаларды аламыз, токенда береді. Біздер осы кроссовканы алып сата аламыз. Әзірге сол болды. Бізде NFT ретінде түседі, қателеспесем, сол NFT ретінде түссе, оны да сата аламыз. NFT ретінде бізде кроссовкалар түсуі мүмкін, соны біз сата аламыз, И обычный кроссовканы тоже сата аламыз. Если редкий кроссовкалар болса, енді көбіне обычный ақ қара түсе береді. Если андай бір редкий золотой коробкадан бір сондай мынандай кроссовкалар сатты, сіздер осыны уже нормально ақшаға сата аласыздар, Бүкіліне кеңес берем, сілтемесін описание аларым, кіріп осы приложение қатысыңыздар. Может, бұл да Степан сияқты сондай бір хайповать етіп, сондай болып бітер, білмейміз ғой. Және де білмеймін, рас па, өтірік па, осы жобаның директоры, яғни осы жобаны жасап отқан Адидастың бұрынғы несі дейді, директор дейді, шын ба өтірік па білмеймін, сондай информациялар келіп жатыр. Жалпы Twitter'дан оны тексермедім мен, өздерін қарап көрсеңіздер болады. Сіздерге айтайын дегенім, осы жобаға қатысып, пока токендар жинап жүріп ақша тауып беріңіз. Дым қиындығы жоқ, жай приложение жазып қойсыздар, болды. Сосын автоматически сендерге каждый жүрген сайын токен береді, коробкалар шығады. Осы коробкаларды ашып жинай беріңіздер кроссовканы, потом сата аласыздар или сұрау сата аласыздар, өздерің қарайсыңдар. Так, осымен видео аяқталды. Біздің YouTube каналға тіркеліңіздер, және де ақша бар. Бүкіл социальный сеттерге тіркеліңіздер. Айтпақшы, бізде TikTok та бар, TikTokқа да тіркеліп қойыңыз, если что. Так, осымен біздің видео аяқталды. Сау болыңыздар. Келесі видеоларда кездескенше.